Саняны жақсы көремін. Шашың нормально болып тұрмай? Мен осы кезге дейін айтамын, колледжде мен бірде-бір рет N алып көрмеген студентпін. Нұрия екеуміз бір жаққа жұмсағысы келеді, біз айтамыз, біз осы Нұрия екеуміз колледжге құл болуға келдік па, сендердің тапсырмаларыңды орындауға келдік па деп жай ғана прикол ұстап айтып қаламыз өзара. Оны бір қыз естіп алып апайға жазып жіберген. Сөйтіп апай келіп айқайлап, немене істемесеңдер қойыңдар, өйтіп міндетсініп керек емес деп екеумізге бүкіл бөлімнің апайларының алдында Нұрия екеумізге ұрсып берген. ББП-ның бір қызы бізге сессияның билеттерін соны айта берген бола ма? Уже колледж бітіп кетеміз ғой, сөйтіп билеттерді жіберген, и біз оны шпор қылып мынандай кішкентай қылып билет қылып шығарып алғанбыз. Сосын оны Алибаева Мөлдір апай көріп қойды, менің билеттермен отқаным, сөйтіп қолымнан парағымды тартып алған. Қараса, ана жерде 7-ші билет деп 3 сұрағы қатар тұр ғой. Сосын апайлар бәрі шошып кетеді, мәналар билеттерді қайдан алған деп қорқып, уайымдап. Сөйтіп бір апта жабылып қалды ол тема. Бірақ бір аптадан кейін қайтадан мені колледжге шақыртып, сөйтіп қасындағы 12 қызыңның барлығын білем деп апайлар айқайлап, сөйтіп бармаған жерім қалмады. Ана жаққа бардым, мына жаққа бардым, сондағысы билетті қайдан таптың деген сұрақты соңына дейін бәрібір қыздарды сатпайын деп айтқан жоқпын, қаяқтан алғанымызды билетті. Бір классқа екінші рет барамын, бірінші Б классына бір апайға. Сосын ол апай айқайлап маған, сенің қасында Нұрияның үстінен рапорт жазамын, колледжге барамын, ол қыз 4-ші курста тағы да білет оқысын деп жынын менен алады, маған айқайлайды, балдардың көзінше дөңкілдейді. Сосын мен жылап қалам. Сөйтіп жылап завучқа барып сыныбымды ауыстырамын. И сөйтіп сыныбымды ауыстырып, қайтадан классқа келсем, классқа барған жоқпын. Бірден сыныбымды ауыстырып жібердім, одан кейін барып қайтадан келіп, енді заттарымды алуға қыздарды жіберсем, ол апай киімдерімді берген жоқ, сумкам, барлығы сол кабинетте қалып қойған, курткамда. Сөйтіп күздің кезі ғой, қысқа жақындап қалған ба, сондай уақытта мен киімсіз, дымсыз, бейшара құсап, дірілдеп қайттым. Жақсы маман болуын тілеймін, ал екіншіден ана бақытын, әйел бақытын тілеймін барлық қызға да. Сау болыңдар достар.